Амал дәптеріңіз ертең қайдан келетінін білмейсіз. Ондай болса, құрметті бауырым, жауапкершіліксіз өмір бұл зая кеткен өмір. Суға ағызып жіберген дүниелер, суға ағызып жіберген уақыттар. Егер сіз қазір өзіңіздің есіңізді жимасаңыз, өзіңізді қолға алмасаңыз, әрбір сөзіңізге, ісіңізге, уақытыңызға жауапкершілікті сезінбесеңіз, онда өміріңіз аққан күйі жоқ болады. Бір. Екіншіден, жанұя, ағайын туыс, достық, өмірдегі тіршілік, бай болу, кедей болу, бұның барлығы жауапкершілікті мойынға алудан тұрады. Ойлаңызшы, бір адам бизнес жасап жатса, сол бизнесті мен оған жауаптымын деп, өзінің мойнына алып, ықыласпен жасаса, ол өнеді. Ол жүреді, ол жеміс береді. Жанұяда дәл сондай. Мен бұл жанұяға жауапкермін. Әрбір айтқан сөзіме, істеген ісіме, осы жердегі болып жатқан жағдайларға деп көңіл бөлсе, ол жанұяның берекесі болады. Барлық істе дәл солай. Жұмыста да, өмірде де, көңілде де, руханиятта да, бәрінде де жауапкершілік маңызды екен. Ендеше, құрметті жақсылар, жауапкершіліксіз өмір берекесіз, және де мәнсіз, дәмсіз. Ал жауапкершілікпенен болған өмірде береке болады. Сол іс өнеді, сол іс оңынан келеді. Қалай біз жауапкершілікті аламыз? Оған жауап беруге әрекет жасайықшы. Біріншіден, құрметті бауырлар, әрбір иманды адам өзінің өмірін жауапкершілікпен өткізуі маңызды екен. Оған пайғамбар бұйырды, оған Құранда айтты, пайғамбарымыз хадисінде айтты. Дегенменен, сол сөздерге көңіл бөле тұра айтпағым. Біз мүмкін бір кішкентай мамандық егесіміз. Мүмкін біз бір жанұядағы баламыз, ұлымыз, қыз, біз әкеміз деген сияқты, анамыз деген сияқты рөл атқарамыз. Біліңізші, құрметті бауырлар, сол жауапкершілік сіздің өміріңізге әрі Алла үшін жасасаңыз сауап алып келеді. Әрі сол ісіңізді өндіріп, сол ісіңіздің гүлденіп, дөңгелеп жүріп кетуіне себептер болады. Оны сезіну үшін бірінші орында алып атқан маңыздылықты, істеп атқан ісіңіздің маңыздылығын, сізге керектілігін, одан алатын жемісіңізді көруіңіз керек екен. Маңыздылық сізге шынымен керек па, керек емес, және де үшіншісі содан алатын жемісіңіз. Мысалы айтайық, сіз мұғалімсіз. Сізге бұл мұғалімдік не үшін керек? Егер сіз мұғалім болғанда әйтеуір ақша табу үшін болса, онда сіз жауапкершілікті сезінген жоқсыз. Әйтеуір ақшаны бәр жерден табасыз. Не маңызды? Мұғалім болудың маңыздылығы неде? Айтыңызшы, мысалы, бұл өмірде. Сіздің қолыңызда қанша адам өзінің өмірінің дәмін сезеді? Сіздің қолыңыздан. Сіз математика, биология, химия, тарих, бәрібір қандай мамандық егесі болсаңыз да, сіз сол арқылы адамға сәуле сыйлайсыз. Ол білім. Білім деген нұр, өміріне пайдалы кеңестер. Ендеше сол кеңестерді қалай ұсына білу керек? Махаббатпен, әрине. Ұсталықпенен. Қандай іске махаббатпенен ұсталық қойылса, ол іс жанат, лапылдайды. Мысалы айтайық, бір адам ағаш ұстасы. Біреу менсінбеуі мүмкін. Ағаш ұстасы менен банкир, екеуі бірдей ақша табалмайды ғой. Банкир дегенің Құдай-ау, ақшаларды санап жатқан, ішінде шомылып жатқан адам деп. Ойлайсыз, ол сіздің ғана ойыңыз. Ал енді ойлаңызшы, бір ағаш ұстасы, алдына жан салмайтын керемет ұста. Ұстаға